Қайырлы күн қыздар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Толқын. Бүгін мен сіздермен сүтті пудинг деп аталатын десерттің рецептімен бөлісемін. Дәмі өте керемет, нәзік болып шығады. Видеоның соңына дейін қарап, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен жылы сүтімізге крахмалымыздың барлығын салып, жақсылап крахмал ерігенше біркелкі масса болғанша араластырамыз. Құрғақ ыдысымызға сүт пен крахмалымызды саламыз. Оның үстінен қантымызды салып, жақсылап қант ерігенше араластырамыз. Бір жұмыртқаны жарып саламыз, оны да жақсылап араластырамыз. Оның үстінен мен мандариннің согын құйдым. Сіздер өздеріңіз қалауыңыз бойынша апельсин согы немесе лимонның согын салуға болады. Барлығын біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Отқа сүтімізді қоямыз, қайнатпаймыз, тек қатты ысытқанша күтеміз. Ысығаннан кейін сүтімізді араластырып отырып, жаңағы дайындаған массамызды құямыз. Отымызды ең төменгі отқа қоямыз, тоқтатпай, газдың қасынан кетпей араластырып тұрамыз. 1 минутта дайын болады. Қозғай берсек, осындай қою масса шығады. Қатты қоюланғанша тоқтатпай араластырып, оттан аламыз. Мен осындай силиконды формаларға саламын. Ішін сұйық маймен бір сүртіп шығамыз. Жабысып қалмайды. Алғанда оңай алыну үшін. Силиконды форма болу міндет емес, стаканға немесе кез келген ыдысқа, кесеге салуға да болады. Массаны ыстық күйінде салу керек. Барлығына тең-тең етіп, мен 2 ас қасықтан салып шықтым. Ыдыстарға орналастырып болғаннан кейін бетін осылай пищевой пакетпен жабамыз. Бетіне тиетіндей етіп жауып шығамыз. Ыстықтай. Сонда беті кеуіп кетпейтін болады. Енді тоңазытқышқа 1-1,5 сағатқа салқындағанша салып қоямыз. Мен 2 сағаттан кейін тоңазытқыштан алдым. Формадан осылай оңай шешіледі. Бірден төңкергенде формасы алынады. Бетін өзіңіздің қалауыңыз бойынша, фантазияңыз бойынша әрлеуге болады. Жаңға, шоколад немесе түрлі түсті конфеттермен, фруктылармен әсемдеуге болады. Немесе әсемдемей ақ тек қана аппақ күйінде дастарханға ұсына беруге де болады. Мінекей қыздар, біздің сүтті пудинг десертіміз дайын болды. Өте жеңіл дайындалады. Дәмі де өте керемет. Дастарханға түрлі түсті етіп безендіріп ұсынсаңыздар әдемі көрінеді.
осылай жұмсақ, нәзік болып шығады. Егер менің рецептім пайдалы болса, менің арнама тіркеліп, үлпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алда әлі көптеген рецепттермен бөлісемін.